Баршаңызға сәлем достар, арнама қош келдіңіз. Бүгін балаларға арнап ерекше радугаға ұқсайтын дәмді тіске басар дайындаймын. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, видео көрмес бұрын төмендегі подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыз. Ал енді бастаймыз. Видеода көрсеткендей картоп, пияз, сәбіз қажет болады. Ең алдымен картопты теркадан өткізіп, оны ыдысқа саламын. Пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Достар, қазақша арнаның дамуына үлесіңізді қосып, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Енді сәбізді де теркадан өткізіп, барлығын ыдысқа саламын. Ыдысымызға май құйып, қызған соң барлығын салып, араластыра отырып, 7-8 минуттай қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Өз қалауыңызбен басқа да дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Міндетті түрде араластыра отырып қуырамыз. Қуырылып дайын болды, енді қамырын дайындаймыз. Бір ыдысқа сүт құямыз, оған тұз, сұйық май, разрыхлитель, барлығын қосып, жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнды шетінен сала отырып, венчикпен араластырамыз. Араластыруға келмеген кезде венчикті тазалап аламыз. Қолымыздың көмегімен қалған ұнды қосып, қамыр илейтін боламыз. Міне қамырымыз дайын, өте жұмсақ, қолға жабыспайды. Осындай жақсы иленіп шықты. Бетін жауып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Дайын болған қамырымызды екіге бөліп, жаятын боламыз. Дөңгелек емес, сопақтау етіп жайдым. Видеода көрсетілгендей бөліп, ортасына салмасын салып, шеттерін біріктіретін боламыз. Әрқайсысын шеттерін жақсылап біріктіріп, қызып тұрған майға қуыратын боламыз. Мен ыдысымның көлемінен сәл ұзындау қылып, осылай жартылай дөңгелек етіп пісірдім. Біз оны радуга деп атадық, балаларға қызықты болсын деп, осылай жасауды ұйғардым. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаса, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Немесе осылай кішірек етіп жасасаңыздар да болады. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Барлығы дайын болды. Өте жұмсақ, нәзік, дәмді болып шықты. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін алғысымды білдіремін. Арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Еліміз тыныш,
Жұртымыз аман болсын. Баршаңызға сәттілік. Келесі видеода кездескенше.